Қазақта кішкентай періште бала тәй басып қара жерді нық қадаммен баса бастағанда ел жиналып тұсауын кескен. Бұл баланың жолы ашық, қадамы нық, болашағы жарқын болсын деген ақ тілектен туған дәстүр. Бүгін Алинаның тұсауын кесетін қуанышты күн. Олай болса, ақ жолдың белгісі ретінде біздің сұлу қыздарымыз ақ жолды сіздерге әдемі көрініспен тамашалаңыздар. Кеш ертсін деп қазақтың қара домбырасын қоямыз. Білімді, ілімді болсын, мұңды шықсын, білімді болсын деп кітап қоямыз. Жарқыраған жұлдыз болсын деп микрофон қоямыз. Мейірімді жанашыр жан болып өссін, елге пайдасы тиер ақ халатта абзал жан болсын деп тас болып қоямыз. Атқа қонып, баққа қонып, кәсіпкерлігі дамыған азамат болсын деп автокөлікті кілтін қоямыз. Ал енді Алинаның таңдауы қандай болар екен? Қадамдары нық, жолы ашық болсын. Ал құрметті ата-аналар, мектебіміздің басшысы Алия Сейдикаремқызы, Эльмира Амангелдіқызы, бүгінгі мерекелік кешке қош келдіңіздер. Бүгінгі осы тұсауымды мен мектебіміздің басшысы Алия Сейдикаремқызына кестіргім келіп отыр. Қызым Алия апай сияқты білімді, керемет тұлға болсын деп Алия апайға кестіргім келіп отыр. Апай, қош келдіңіз.